Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бізде кезекті Қазақстан тарихының пәні бойынша сабағымыз бүгінгі тақырып мәдениетке байланысты болмақ. Нақтылап айтқанда 13 ғасыр мен 15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан мәдениеті. Ал ендеше кеттік. Жалпы бізде 13 және 15 ғасырларда негізінде білеміз, бұл Моңғол империясының дәуіріндегі мемлекеттер өмір сүрген кезең. Жошы ұлысындағы Алтын Орда, Ақ Орда, Шағатай ұлысындағы Моғолстан, Әмір Темір мемлекеттерінің кезеңі. Яғни бұл кезеңде бізде тек қана моңғолдар әулеті билік еткен болатын. Толығымен Қазақстан және орталық Азия территориясында. Жалпы бұл кезеңдерде оқушылар барлығына ортақ бір тарихи ереже болды. Ол ереже бойынша Шыңғыс ханның ұрпағы ғана хан болып сайлана алды, және де осы Шыңғыс ханның ұрпақтарына тек қана ханға емес, және де кейбір сұлтандарға берілетін барлық жерлер Інжу деп аталған екен. Інжу деген жер тек қана Шыңғыс ханның ұрпақтарына берілетін жер екен. Ал дін қызметшілер мен мұсылман діни мекемелеріне берілетін жерлер бізде уақф деп аталды. Яғни уақф бұл мешіт салынатын жерлер, және де дін басыларына берілетін жерлер екен. Одан бөлек бізде Иқта және Сойырғал деген секілді Шыңғыс ханның ұрпақтарына емес, басқа түркі-моңғол ақсүйектеріне, жай ғана қарапайым халыққа емес, яғни қолбасшыларға, мемлекетке еңбек сіңірген тұлғаларға берілетін жер үлестері екен. Иқта және Сойырғал бұл жерлер мұрагерлікке берілмеді, бұларды сыйлыққа берді, белгілі бір жетістікке жеткен үшін. Ал халыққа бізде салық салынған болады. Мысалы, отырықшы егіншілікпен айналысатын қала тұрғындарына құшыр, хараж, баж салықтарын төлеуге міндетті болды халық. Ал сонымен қатар малшыларға көшпелі бізде зекет және соғым деген секілді салықтың түрлері салынған болатын. Енді экономиканың дамуына тоқтала кетейік. Біз айтамыз, енді моңғол шапқыншылығынан кейін бізде қалалар қиратылды, экономика құлдырады деп. Бірақ басында сондай болғанымен кейінірек уже керісінше, Шыңғыс ханның ұрпақтары сол Қазақстан жеріндегі экономиканы көтере бастайды. 13 ғасырдың соңына қарай қалалар мен егіншілік кәсібі қайта қалпына келеді. Әсіресе бізде Ұлы хан Мөңке билік еткен кезде Моңғол империясының басты ханы болып, ол бізде ақша реформасын жасайды. Сөйтіп, оның реформасы нәтижесінде бізде ірі қалаларда алтын динарлар, алтыннан жасалған, күміс дирхемдер, күмістен жасалған және мыс фелстер жасалған екен. Енгізіліп отырған екен. Мыстан жасалған фелстер. Сонымен қатар ол жалпы көптеген керек емес салықтардың түрлерін барлығын алып тастап, жалпы халыққа ортақ жан басына төленетін салықты енгізген болатын. Келесі реформаны бізде Шағатай ұлысындағы Кебек хан жүргізеді. Ол өзінің күміс теңгелерін, Кебек деп аталатын, енгізе бастап, бізде тоже экономиканың дамуына өзін үлес қосқан екен. Жалпы осы 13, 14, 15 ғасырларда бізде қала және егіншілік кәсібі именно оңтүстік Қазақстанда дамыған екен. Тура орта ғасырдағыдай 6 және 9, 10 және 13 ғасырларда именно оңтүстік Қазақстанда дамыса да, тура сол секілді 13-15 ғасырларда оңтүстік Қазақстанда ғана дамыған екен. Исламды да бізде көптеген мемлекеттерде мемлекеттік дін ретінде қабылдағаннан кейін Алтын Ордада Өзбек хан деген секілді бізде ислам мәдениеті дамығаннан кейін көптеген қалаларда мешіттер, медреселер және сарайлар салына бастады. Солардың бірі мысалы Әмір Темірдің өзінің бұйрығы бойынша салдырылған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында 14 және 15 ғасырлардағы маңызды ғимарат салынған. Қазіргі уақытта да Түркістан қаласында орналасқан. Әмір Темірдің бұйрығымен Түркістан қаласына салынған. Және де осы Яссауидің ұстазы бар еді ғой бізде, Арыстан баб. Соған да арнап бізде Отырар қаласында Арыстан баб кесенесі салынған болатын 14 ғасырда. Бұл тоже осы 13 және 15 ғасырлардағы сәулет өнері дамығандығы туралы басты дәлел екен. Енді рухани мәдениетке келетін болсақ, бізде тура 10-13 ғасырларда жалпы діндердің әр алуан болды деп едік қой. Ислам, тәңіршілдік, манихейлік, зороастризмдік деген секілді. Тура сол секілді 13-15-те де бізде діни түсініктер әр алуан болған екен. Көшпелілер арасында тәңіршілдік сақталып, сонымен бірге ислам діні анағұрлым кеңірек тарыла бастаған болатын. Көшпелілер ислам дінін қабылдағанмен тәңірге табынушылықтың бір қатар әдет ғұрыптары сақталған болатын. Негізінде ислам бұрынғыша именно оңтүстік өңірлерде, отырықшы мәдениет қалалар дамыған жерде
үстемдінге айналған болатын. Енді әдебиетке тоқтала кетейік. Бізде әдебиет дамыған болатын 13-15 ғасырларда. Мысалға, Бату хан билік еткен тұста Алтын Ордада бізде көптеген барлық құжаттар моңғол тілінде емес, оқушылар, керісінше қыпшақ тілінде жазылған екен. Бұны білу өте маңызды. Мысалға, бізде осы қыпшақтар тіліндегі бірегей ескерткіш бұл Кодекс Куманикус деп аталады. Бұл қыпшақ тілінде жазылған кітап. Бұл кітап жалпы мынау еуропалықтарға қыпшақ тілін үйрену үшін жазылған екен, иә. Сонымен қатар мынау кодекстің ішінде қазіргі мынау қазақтардың мынау жұмбақтары, жаңылтпаш мақал-мәтел секілді сондай мақал-мәтелдері ішінде тоже болған екен. Бұдан басқа да қыпшақ тілінің көптеген үйренуге арналған еңбектері бар. Мәселен, түркі тілі туралы түсіндірме кітап, түркі тілін үйренушілер үшін толық жинақ деген секілді қыпшақ тілінің бірыңғай ескерткіштері бар екен. Ғылым мен әдебиеттің дамуына келетін болсақ, бізде қыпшақ тілінде қазақтар арасында кеңінен таралған Қисса сүл әнбия шығармасы жеткен болатын. Қазіргі уақытқа дейін қыпшақ тілінде жазылған, және де оның басты мән мағынасы бұл пайғамбарлар туралы аңыздар мен әңгімелер, мифтер және де өлең мен жырлар жинақталған екен бұл еңбекте. Әзербайжан ақыны Низаминың Құсырау мен Шырын деген поэмасы бар. Шығыс өңірінде кеңінен таралған, тоже 13-15 ғасырларға жатады. Алтын Орда әдебиетінде сонымен қатар Хорезмидің Мұхаммад Нама поэмасы бар. Бұл поэманың басты мән мағынасы адамдарды әділеттік пен адамгершілікке шақыру. Келесі бізде ауыз әдебиеті. Шығыс дешті Қыпшақ жерінде бізде жыраулардың еңбектері, шығармалары, яғни ақындық өнер, суырып салма өнер дами бастайды. Соларға біз жатқызамыз. 13-15 ғасырларға сыпыра жырау, Қодан Тайшы және Асан Қайғыны жатқызсақ болады. Мысалы, Қодан Тайшы мен Асан Қайғы бізде 15 ғасырларда өмір сүрді. Қодан Тайшы бізде дала жұртына белгілі жырау. Ол Әбілқайыр ханнан бөлінген Керей мен Жәнібекке қолдау көрсеткен екен өзінің жырау ақындық өлеңдерінде. Сол замандағы белгілі қазақ жырау Асан Қайғы жалпы тарихи оқиғаларға баға беріп, болашақты болжай білген екен. Мынау қазақ хандығының ең тұңғыш жырауы болып табылады екен осы Асан Қайғы. Оның өзінің жырларында халықты бірлікке және бабалар өсиетіне, адалдыққа шақырған болатын. Және де 13-15 ғасырларға Алтын Орда дәуірге жататын көптеген батылық эпостар бар. Мысалы, Қобыланды батыр жыры, одан кейінгі Ноғай ордасының тарихына байланысты Едігенің ерлік істері жазылған Едіге батыр эпосы, Ерсайын эпосы барлығы Ноғайлы дәуірінің бірыңғай ескерткіштері болып табылады екен. Бүгінгі тақырыпты оқушылар мынандай бір Киану Ривзтің керемет сөзімен аяқтағым келіп отыр. Кез келген қиындыққа қарамастан позитивті болуға тырысыңыздар. Түсінеміз, бұл өмір оқушылар, әркімде әрқандай жағдай болады, бірақ желательно оқушылар, егер өздеріңізді, психикаңызды дұрыс ұстаймын десеңіздер, онда кез келген қиындыққа позитивпен қараңыздар, иә? Ал ендеше оқушылар, келесі сабақ кездескенше сау, саламатты болыңыздар.